Коммуникативтік бастамалар және стратегиялар жеке қоры Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен жүзеге асатын оқушылар арасындағы Спортфест Қазақстан спартакиадасына қатысуға шақырады. Футзал, баскетбол, әскери қолданбалы спорт түрлері, тоғызқұмалақ, шахмат пен үстел теннисі. Еліміздің барлық оқушылары өз бақтарын сынап, қабілеттерін шыңдай алады. Чемпион болу үшін кәсіби спортшы болуың шарт емес. Аймақтың іріктеу Қазақстанның 14 облысында, сондай-ақ Алматы мен Астана қалаларында өтеді. Жеңімпаздар Спортфест Қазақстан спартакиадасының екінші кезеңінде облыс намысын қорғауға мүмкіндік алады. Ақтықсын 2018 жылдың маусым айында өтпек. Біз сені Бағдәурен оқу-сауықтыру орталығында күтеміз. Толық ақпарат жоба сайты мен әлеуметтік желі парақшаларында.